Қайырлы кеш, бүгін енді эфирде тағы көңіл-күйім болмады, бірақ менің көңіл-күйімді осындай сыйлықтар көтеріп қойды. Бұл маған және үміткерім Асхатқа берілді берген сыйлықтар екен. Ішінде иіссулар, мен өте қатты жақсы көремін. Парфюм көп рахмет қолдауларыңызға. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Ал, мынаны қараңыздар енді, міне жігіттер уже арғы жақтың стропиласын толына қағып тастаған. Енді екінші жағына кірісіп жатыр, міне. Ағаштарымыз дайын. Уже кәдімгідей есептеп сызып, мына жақта міне Балқаш өлшеп жатыр. Жатан Балқаш қалай болып жатыр процесс? Әдемі болып жатыр ма? Міне. Алдын ала сызып, есептеп, бәрін жөндеп, қарап. Көрдіңіздер ма? Міне, жаңа барып алып келдік осының бәрін, стропиланың бәрін алып келдік. Құдай қаласа, бүгін бір зор жұмыс бітіп тұр міне. Ал мына жаққа от жағып өзіміз жылынып жатырық. Жауырып кеттік етпесе күшті мынау бар ғой, ана жылынсаң бар ғой, мына кайф. Өзіміз жылынамыз дейсіп, күнде от жағамыз да. Жаураған кезде мынаны лебінде тұрсаң кайф. Сол, құдай қаласа, бүгін стропила ағып жатырмыз, әдемілеп тұрып. Бүгін стропиланы қағып кететін сияқтымыз алға қаласа. Сөйтіп, жайлап. Бір жоспарлар болып тұр осы крышаға байланысты, оны сіздерге потом айтам. Ойымыз күннен күнге өзгеріп жатыр, в общем, иді. Ал міне. Мына ұзын, қанша метр Балқаш биіктігі, ненің ұзындығы? 7,5 метрлік стропиланы екеуі ұрып жатыр, короче. Крышаны, оказывается, екі адам жауады екен ғой. Міне, процессті көрсетейін сіздерге. Қазір кішкене қараңғы болып тұр енді. Но бірақ енді барынша сіздерге көрсетіп жатырмын. Балқаш қазір көтеріп ар жаққа қояды. Міне уже қараңыздар, 5-10 қағып патырлатып. Ағаш дайын болса тез екен ғой, қағу. Қазір қараңыздар, енді көтеріп қояды. Мынаны көтеріп қою тұрмақ, ананың үстіне шығып тұрудың өзі әжептәуір жұмыс негізі. Көзге айтуға оңай ғой негізі. Бірақ мынаны көтеріп қою деген әжептәуір жұмыс ағайын. Әне. Көрдіңіздер ма? Қойылды уже. Қазір балкының үстіне қойып қағады. Ол не деген жұмыс, қандай не деген еңбек қараңыздаршы. Крышаның үстінде жүру оңай емес ағайын. Әшейін. Тез жақта қарап тұрғанның өзінде кәдімгідей қорқасың, бірақ ана жақтың үстінде жүріп шеге қағу, еще мынандай ұзын ағаштарды тасып көтеру деген бұл жай жұмыс емес. Міне, жақсылық осылай асан ағаштар дайындап кесіп алады. Сосын оны Балқашқа береді. Балқаш бәлкі қағады. Ағаштар дайын тұр.